Мен Sultan деген қорқынышты не болса бізді қорқытты деген бір көретін боламыз. Көресіздер. Үшінші видеомызға кеттік. Біз түнде бір күні біз су шашып ойнағанда маған атқан. Сол кезде біз фонарикпен ойнап жүрдік. Ол кезде сағат 12 болды. Ол кезде біз оны ұстап алдық. Ол жерде біреу бізге айтты, сендермен ойнасам бола ма деді. Ойнасам бола ма? Жоқ деді менің әпкем. Ол кезде ол қорқынышты түрмен қарады. Оның көзі көрінбеді. Мен қатты қорықтым. Және де мен оны атамын. Оның түріне қарағанда ол тақырбас және де қорқынышты. Сендермен ойнасам бола ма дегенде оның аузы қан болды. Біз бәріміз қаштық. Біз ұстықта секірдік. Мен ағам секіріп кетті. Біз секіре алмадық. Біз қорқтық, қаштық. Звондаймыз дедік те звондадық. Ол бірақ есікті бұзды. Мен бауырымды ұстап қашып кеттім. Ол кезде мен мамаммен сөйлесіп аттым. Төсектің астында. Ол кірді. Бізді іздеді. Мен байқамай ол пистолетін алды. Мен оны бір удармен талдырдым. Да қашып кеттік. Бірақ та біз қашып құтылдық. Қанда олар бізді қашып кеттік. Біз оған мән-жайды түсіндірдік. Бізді бір жігіт қуды дедік. Ол жерде барлық келді. Жерде қанмен біреу жүгіріп кетті. Қанның ізімен барғанда ол кісі өзін өлтіріпті. Достар, осы видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де подписацияны ұмытпаймыз. Кейбір балалар болады. Қызыл кнопканы басып ойнайды. Кішкентай балалар, сендерге айтарым, бір кішкентай кнопканы басыңыздар, және де қоңырау шайын басыңыздар. Ендеше мен видеоны аяқтаймын, сау болыңыздар.